Өміріңізді өзгерткіңіз келе ма? Өзіңізден бастаңыз. Әлемді өзгертем деп шаршаудың қажеті жоқ. Айналаңда адамдарды өзгертем деп шаршаудың қажеті жоқ. Сен оларды тәрбиелей алмайсың, өзгерте алмайсың. Әрі-беріден кейін былай ойлаңыз. Негізінде бұл дәлелденген техника. Мысалға сізге біреу ұнамайтын қылық жасап жатса, айналаңызда адамдар, ол кім болса да, енеңіз ба, әпкеңіз ба, мамаңыз ба, оның бәрі сенде өзіңде бар деген сөз да. Сенің минусың айналадан көресің да. Айналаңдағы адам сенің пердең сияқты, айнаң сияқты саған көрсетіп отырады да, сенің минус жерлеріңді. Солай қабылдағаныңыз дұрыс та. Және де біреуді тәрбиелеймін, біреуді өзгертемін деп шаршаудың қажеті жоқ та. Мысалға сіз өзімді өзгертем деп біреулер көшіп кетіп жатады, басқа жаққа. Мен ортамды өзгертсем, өзім өзгерем деп ойлайды да, басқа жаққа көшіп кетеді. Сол адамдардың бәрі өзгеріп кетеді деп ойлайсыз ба? Жоқ, әрине өзгермейді. Өйткені сен ешқашан да өзіңнен қашып құтыла алмайсың. Әлемнен қашып, айналаңнан қашып, көршілеріңнен, туыстарыңнан қашып кетуің мүмкін, бірақ сен өзіңнен қашып құтыла алмайсың. Сол үшін өзіңді өзгерту, өміріңді өзгерту, өзіңді өзгертуден басталады да. Бірінші өзіңізді өзгертіңіз. Өзіңіздің өмірге деген көзқарасыңызды өзгертіңіз, адамдарға деген көзқарасыңызды өзгертіңіз. Біріншіден адамдарды қалай бар, солай қабылдап үйреніңіз. Біреуді обсуждать етпеңіз, біреуді осуждать етпеңіз да. Біреудің қателігін бетіне баспаңыз. Мысалға, ол діни жақтан, діни қарасаңыз да, Аллах тағалам оны солай жаратқан. Әркімді мені осындай қылып жаратты, басқаны былай жаратты. Одан ол біреуді жамандау арқылы сен кім болатсың, кімнің рөліне кіріп жатсың, сенің қандай хақың бар, оны обсуждать етуге. Біреуді мысалға да, оны Аллах сөйтіп жаратты. Ол бір, екіншісі, сен оның минустарын айтуға сенің хақың жоқ. Тем более елдің алдында, біреудің минусын айту, ол өте ауыр күнә. Аллах тағалам оны кешірмейтін күнәлардың бірі де. Біреудің бетіне өзінің қателігін басу. Мысалға, бала шағасының алдында, мысалы, күйеуіңді жерден алып жерге салу, вот соны абыройын түсіру, біреудің алдында абыройын түсіру өте ауыр күнә болып есептеледі. Соның бәрін миыңызға жақсылап тоқып алсаңыз, сіздің өзіңізді өзгертуіңіз негізінде өте оңай, қиын емес. Осыларды өзіңізге қойып алыңыз, алдыңызға мақсат қойып аласыз ба, жоқ, ойыңызға тоқып аласыз ба, мен кімді өзгертіп жатырмын, кімнің рөліне кіріп жатырмын деп бірінші оны ойлаңыз. Екіншіден, ол адамдардың маған көрсетіп жатқаны минусы өзімде бар деп соны не етіп алыңыз. Соған көп адам нәпсісімен көнгісі келмейді да, жоқ, мен ондай емеспін, мен негізі кереметпін, олар жаман деп, негізінде соны кішкене бір шетіне, жүрегіңіздің бір шетіне тығып, соны ұғып алыңыз. Одан кейін өзіңізді өзгерту арқылы айналаңыздың өзгеретініне көзіңізді жеткізіңіз. Осыны өзіңізге бір әдет қылып алыңызшы, сол кезде өзіңіз байқайсыз осыны. Осылай жасаңыздар, сау болыңыздар.